Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыңдар? Сенің ағашың неге қымбат дейтіндер бар. Соларға арнап түсіріп жатырмын. Егер де мынандай ішіндегі мусорларын мен шығармасам, арзан болатын еді. Мынаның бәрін қосып, ішіне өтірік айтатын болса, мысалы, мына келіп тұрған бағасы, шынымен қазір келіп тұрған бағасы 75 мың теңге. Мына жерге маған келіп тұрған бағасы. Мынаның бәрін қосып, ішіне созып түсіріп алып, мына істейтін болсам, сол бағамен берер едім да, шындыққа келгенде. Оны беруге келіспейді, себебі біз дейтін мынандай мусорлардың ішіне шығарып тастаймыз да, мусорларын арзанға сатамыз, өте арзанға. Что ешкімге қиындық туғызбас үшін, жағдай мысалы бәленбайманға алып тұрғанда қиналып қалмас үшін, біріншіден. Екіншіден, кімге болса да обидно ғой. Бәленбайманға ағаш аласың, ішіне мынандай мусорлар шығып жатса. Енді мысалға мен идеальный деп айтпаймын, мынаның барлығы. Болады ішінде бірең сараң. И то 70-80% шығарып тастаймыз мынандай. Ішіндегі 1 метрден жоғарғы пайдаға аспайды дегендердің бәрін шығарып тастаймыз, 1 метрден жоғарғарда. Ішінде мынандай шет жағында болады, аз-мұз. Бұлардың бәрін араластырғанда, мынаған араластыратын болсақ, бағасын түсіруге болады да. Арзан керек болатын болса, пожалуйста, екеуін араластырып береміз арзанға. Мына состояниесі. Мынандайлардың бәрін шығарып тастаймыз ішінен. Мынандайларды төңкеріп тығып жіберетін болсақ, енді анау бүйтіп жатыр, мынау сөйтіп жатыр деп айтпай ақ қояйын. Осындай отходтарын шығармайды да, адамдар арзан сатқан сияқты болады. Ана жерде 65 мыңнан бар ғой, ана жерде бірдеңеден бар ғой. Әрине болады. Ертең мынаның бәрін, мысалы мынандай мусорлардың барлығын арзан қалады да, соны араластырады, сосын мынаның бағасын түсірген сияқты болады да. Одан не пайда? Өзіңді алдау ғой, шындыққа келгенде. Біз мысалы түгелмен қабылдап алған кезде түгелмен іріктеп аламыз. 15-тігі мынау, 15-тігінің ішінде де міне мусорларын шығарып тастаймыз. Ертең бұлардың бәрін одан да арзанға сатып жіберген артық қораға бірдеңеге пайдалануға. Бізде міне балдар таңертең 8-де бастады, содан әлі істеп отыр. Ауыр болады мектеп оқушысына. Мынандай таңертең кешкенше тиіп түсіре алатын болса, білмеймін. Енді шынына келген үлкен жігіттердің өздері шаршап өлуге болады. Мектеп оқушысын білмеймін. Успеет, вот, заканчивает. Через 10 минут можешь подойти, КамАЗ убрать и прицеп можешь поставить. Вот игрушка. Что сухостойка, то все утро вытаскивает. Потом на такую много слишком мимо. Бараджай. Только сломанный вытащили, пару штук, остальные вот собирает. И действительно галимый мусор там. Вот игрушка. Все мусоры.